Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында өте керемет дәмді шығатын, сочный болып пісетін шаурма жасап көрсететін боламын. Жасалу жолы оңай, өте тез піседі. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті қажет болады. Біз алдымен тауықтың төс етін маринадтайтын боламыз. Ол үшін бізге тұз, сұйық май, паприка және де бір зубчик чеснок қажет болады. Етіміздің үстіне паприкамызды, тұзымызды және де сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің етіміз маринатымызда бір 20 минуттай тұруы қажет. Үстінен үккіштен өткізіп чесногымызды қосамыз. «20 минуттай маринатта ұстаған соң, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай осы тауықтың етін пісіріп алатын боламыз. Біздің еттеріміз пісіп шыққанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы мен соусын жасайтын боламыз. Бізге соус үшін қажетті заттар: қаймақ қажет болады, сметана және де укроп, аджика. Үлкен болса 1 зубчик немесе 2 зубчик чеснок қажет болады. Өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Салмасы үшін бізге айсберг орам жапырағы, помидор, огурцы қажет болады. Лавашымыз қажет болады. Лавашымен осындай үлкен дөңгелек лаваш алған болатынмын. Бізге осы рецепт бойынша 5 лаваш кететін болады. Қаймақтың орнына қалауларыңыз бойынша майонез қолдансаңыздар да болады. Осы қаймағымыз бен укробымыздың үстіне 2 шай қасық толтырып аджика қосатын боламыз. Және де үккіштің көмегімен үстіне біз 1 зубчик чесногымызды үгітіп аламыз. Осылай мінекей үгітіп алдық. 1 шымшым тұзымызды қосамыз. Және де 1 келкі массы болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Біздің соусымыз осымен дайын болды. Соусымызды енді шетке қоя тұрамыз. Салмасын жасайтын боламыз. Қиярымызды жуып, тазалап, ұсақтап, соломка қылып турап алатын боламын. Өз қалауларыңыз бойынша ұсақтап турасаңыздар да болады. Мен осылай ұзыншақ қылып, соломка қылып турап аламын, шіңішкелеп. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына өлшемімен жазып қалдыратын боламын. Қиярымызды осылай мінекей дайындап турап алдық. Ыдысымызға салып, шетке қоя тұрамыз. Помидорымызды ұсақтап тураймыз. Айсберг орам жапырағында бөлшектеп, соломка қылып, жіңішкелеп турап алатын боламын. Видеода көрсетілгендей бөлшектеп турап аламыз. Айсберг орам жапырағымызды осылай дайындап турап алдық. Біздің тауықтарымыз осылай қызарып пісіп шықты. Толықтай піскен. Енді суытып барып, осылай майдалап, ұсақтап, етімізді турап алатын боламыз. Енді біз шаурмамызды жинайтын боламыз. Лавашымыздың үстіне айсберг орам жапырағымызды жайғастырып салатын боламыз. Үстінен бір ас қасық соусымызды құямыз.
қиярымызды жайғастырамыз осылай. Помидорымызды қойып шығамыз. Тауық етін жайғастырамыз. Үстінен және де бір ас қасық соусынан құятын боламыз. Осылай мінекей бәрін жайғастырып алдық. Енді ақырындап лавашымызды ораймыз. Екі шетін бүктеп, осы лавашымызға орайтын боламыз. Жақсылап орап аламыз. Біздің шаурмамыз осымен дайын. Қызып тұрған границамызға қойып пісіріп алатын боламыз. Азырақ ұстап пісіріп аламыз. Егер сіздерде граница болмаса, онда жай тапаңызды қыздырып, табамызға пісіріп алсақ та болады. Біздің мінекей шаурмамыз дайын болды. Сырты осылай қызарып піседі. Лавашымыз қытырлап, сочный болып, әдем болып шығады. Сырты хрустящий болып осылай қытырлап тұрады. Іші осылай сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Астарың дәмді болсын. Видео ұнаса, маған пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.